Сіз мынау менің қолымда Шерхан Мұртазаның «Бір кем дүние» деген кітабы тұр. Бұл жерде Шерхан Мұртаза атамыз сізге өз қолымен Қадірлі Әзімбек батырға әрдайым қуаныш құшағында бол деп қолтаңбасын берген екен. Бірге жұма намазға барған екенсіздер. Сол жайында бір қысқаша тоқталып өтсеңіз. 2010 жылы қыс айында біздің шаһарымызда досым, құрдасым Кәрібек Бөкенов деген жігіт жолығып қалды. Ол маған мен Шерхан Мұртазамен таныстырам деген бір ойым болып жүреді. Мен сенен бір өтінішім бар. Ол кісі қазір денсаулығына сыр бергеніне қарамастан Алланың үйі мешітке әр жұма сайын барып жүр. Соған жаңағы мен сені сұрайтын көлігіңмен тасымалдауға жеткізіп мешітке, мешіттен жаңа үйіне жеткізіп. Мен келісемін айтқаным деп келісімді беріп, екеуміз Шерағаның үйіне қарай тартып кеттік. Сол кездесуден бастап, сол аптаның әр жұма сайын өз көлігімен келіп, 12-ші мөлтек ауданында тұрады ол кісі. Қасыма мен алдын ала байластырып, бір қайнымды жас жігіт есімі Өскен. Соны алып алдым. Екеулеп, сүйемелдеп, қолтықтап, түсіріп, аулаға көлікке отырғызып, мешітке жеткізіп жүрдім. Кезекте бір мешіттен қайтқан кезімізде Шераға айтып қалды. Ай, жігіттер, үйден дәмдадыңдар деп бізді үйіне қалуымызды өтінді. Ақбатасын беріп, сол еңбектерінің жазған кітаптарының ішінен бір кітапты алып, қолтаңбасын қойып, маған сыйлап еді. Ішінде қолтаңбасын қойып, осы кітап, қолыңызда отырған кітапты сыйлап еді.